Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары. Мен Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Нұрияхметова Бағдагүл Алпысбайқызы. Бүгін біз сіздермен қашықтықтан қазақ тілі пәні бойынша сабақ өтетін боламыз. Ортақ тақырып қоршаған орта, екінші сынып. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабақтың мақсаты сөйлемдерден дара және күрделі етістіктерді табу. Дара және күрделі етістіктерді ажыратып талдау. Бағалау критерийлері: заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді атайды. Сұрақтар қоя біледі. Етістіктің дара және күрделі түрлерін пайдаланып, сөйлемдер құрастырады, топтастырады. Берілген мәтінді өз бетімен әрі қарай жалғастырады, жоспар құрастырады. Балалар, біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Етістік ол заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Құрылымына қарай етістік екі түрге бөлінеді: дара етістік және күрделі етістік. Дара етістік бір ғана сөзден тұрады, ал күрделі етістік кем дегенде екі сөзден тұрады. Мысалы, қараңдар. Не істеді? Ұйықтады. Бір ғана сөзден тұрған етістік, яғни бұл дара етістік. Ал мына суретке қарайық. Ұйықтап жатыр. Не істеп жатыр? Ұйықтап жатыр. Екі сөзден тұрғандықтан бұл бізде күрделі етістік болып табылады. Келесі суретке назар аударайық. Оқыды. Не істеді? Оқыды. Бір ғана сөзден тұрғандықтан бұл бізде дара етістік. Не істеп отыр? Оқып отыр. Екі сөзден тұрғандықтан бұл бізде күрделі етістік. Ал балалар, келесі мына тапсырманы орындайық. Дара етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып жаз. Яғни сендерге дара етістіктер берілген, міне бір ғана сөзден тұрған дара етістіктер берілген. Осы дара етістіктерді біз күрделі етістікке айналдыруымыз қажет. Барлығымыз бірге тапсырманы дәптерімізге жазбаша түрде орындаймыз. Жақсы балалар, ал енді сендердің жазған тапсырмаларыңды тексеріп көрейік. Жаз, дара етістік, жазып отыр, күрделі етістік. Бар, дара етістік, бара жатыр, күрделі етістік. Оқы, дара етістік, оқып отыр, күрделі етістік. Күлді, дара етістік, күліп отыр, күрделі етістік. Көрді, дара етістік, өйткені бұл бір ғана сөзден тұрады. Көріп отыр, бұл бізде күрделі етістік. Жауды, бұл дара етістік, жауып жатыр, күрделі етістік. Яғни балалар, біз түсіндік, дара етістіктер ол неше сөзден тұрады екен? Бір ғана сөзден тұрады екен. Ал күрделі етістіктер кем дегенде неше сөзден тұрады екен? Жақсы, екі сөзден тұрады екен. Келесі тапсырма балалар. Сөйлемдерді оқыңдар. Екі бағандағы етістіктерді тауып, сұрақ қой. Оларды өзара салыстыр. Балалар, бұл тапсырмада екі бағанға бөлініп сөйлемдер берілген. Яғни біз екі бағандағы сөйлемнің етістіктерін тауып салыстырамыз. Бірінші бағандағы бірінші сөйлем. Жаңбыр жауды. Етістікті табайықшы. Дұрыс, жауды. Бұл қандай етістік екен? Дұрыс, дара етістік. Өйткені бұл жерде бірақ қана сөзден тұрады. Не істеді? Жауды. Келесі бағандағы сөйлемді қарайық. Жаңбыр жауып тұр. Қане, бұл жерде қандай етістік?
Жауып тұр. Дұрыс. Күрделі етістік екі сөзден тұрады. Жақсы. Келесі сөйлемді оқимыз. Әли достарымен доп ойнады. Не істеді? Ойнады. Бұл қандай етістік? Дұрыс, дара етістік. Келесі. Әли достарымен доп ойнап жүр. Ойнап жүр. Не істеп жүр? Ойнап жүр. Бұл қандай етістік? Дұрыс, күрделі етістік. Келесі, үшінші сөйлемді қараймыз. Айман әжесінің әңгімесін тыңдады. Бұл сөйлемдегі етістік бізде не істеді? Тыңдады. Дұрыс. Келесі бағандағы сөйлемді қараймыз. Айман әжесінің әңгімесін тыңдап отыр. Қане, күрделі етістікті табайық. Дұрыс, тыңдап отыр. Келесі соңғы сөйлем. Серік домбыра тартты. Етістікті табамыз. Дұрыс, не істеді? Тартты. Келесі бағандағы сөйлемді қараймыз. Серік домбыра тартып отыр. Не істеп отыр? Тартып отыр. Жақсы, бұл қандай етістік екен? Дұрыс, күрделі етістік. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы 26-шы жаттығу. Бұл жерде сендерге мынандай тапсырма берілген. Өлеңді мәнерлеп оқы, өлеңдегі етістіктерді тап, өлең мазмұны бойынша сұрақ қой. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды, құз өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Барлығымыз осы өлең жолдарындағы етістікті табайық. Жақсы. Келесі тапсырма балалар 27-ші жаттығу. Бұл жаттығуда жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз дейді. Сендердің оқулықтарыңда жаңылтпаштың қатемен жазылған нұсқасы берілген. Қатесін тауып, жаңылтпашты дәптерімізге көшіріп жазамыз және етістіктерді табамыз. Қане, барлығымыз орындаймыз. Дұрыс нұсқасы үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Бірінші жолдағы етістікті табуға тырысайықшы қане. Дұрыс, түтті. Не істеді? Түтті. Бір сөзден тұрғандықтан бұл бізде дара етістік. Жақсы. Келесі екінші жолды қараймыз. Түбітті түтіп бітті. Не істеді? Түтіп бітті. Екі сөзден тұрғандықтан бұл қандай етістік? Күрделі етістік. Жақсы балалар. Келесі 30-шы жаттығу берілген сөздерге сұрақ қоя отырып, екі топқа топтастырып жазу қажет. Бірінші топқа не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Екінші топқа қайтеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Тапсырманы жазбаша түрде барлығымыз бірге орындаймыз. Жақсы балалар, ал енді жазған жұмысымызды тексерейік. Бірінші бағанда не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер не істеді, қайталады, саңқылдады, киді, ойлады. Екінші бағанға қайтеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Шықылықтайды, қиқулайды. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, біз бүгінгі сабақта алған білімімізді бағалап көрейік. Әркім өзін бағалайды. Барлығын түсіндім ба? Жоқ, енді түсініп келемін, немесе түсінбедім деп бармақ тәсілі арқылы өз-өзімізді бағалайық. Үйге тапсырма.
81-ші бетте 28-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы, өз аулаңдағы құстарды бақылап, не байқағандарың туралы әңгіме жазып, бейне жазбаға түсіру. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.